Сәлем, менің есімім Дебра Даркс. Канзас Вичитада дүниеге келгенмін. Әкем шаруашылықпен айналысатын, анам болса мұғалімдік жасайтын. Отбасым меннонитттерге иланатын. Христиандықтың бұл қолына берілгендер протестан және католиктерден шеттетілу мәмілесіне тап болған. Бұл дінге кіргендер соғысқа қарсы және ешбір соғысқа қатыспайды. Мұсылман болмастан алдын өз ізденістерімде көргенім ислам әлемінің батыс әлеміне және бүткіл әлемге алып келген өте көп жаңалықтары бар. Мұсылмандар құқық, медицина, биология, астрономия, физика, химия, география, математика, геометрия сияқты өте көп салаларда жұмыстар жүргізген екен. Орта Азияда өткен білім адамдарының ғылыми істері батыстықтар тарапынан грекше және латынша аударылған екен. Батыстықтар мұсылман білім адамдарының жұмыстарын әрі қарай дамытты, сосын өз пікірлері секілді еткен болатын. Күнімізде көпшілік батыстық бұл қолжазбалардың қайда және кімдер тарапынан жазылғанын білмейді. Шүкірлер болсын, мұсылман білім адамдарының кей жазбалары әлі де қорғалуда. Мен Канзаста отбасымның жанында бір шаруашылықта дүниеге келдім. Бір ұл бауырым және 4 қыз бауырым бар. Бұл жерде бастауыш 1-ден 8-ге дейін кішкене бір ауыл мектебінде оқыдым. Мектебімізде тек 75 оқушы бар болатын. Сол кездері орталық білім беру орталығы жоқ болатын. Балалығымда бауырларыммен бірге шаруашылықтағы сарайда ойнайтынбыз. Сарайымыздың үлкен шатыры болатын. Бауырларыммен сарайдың ең биік жеріне мінетін едік. Шатырдан төмен сырғанайтынбыз. Бұл біздің ойын алаңымыз болатын. Анам мен әкем өте қауіпті болғаны үшін бұған рұқсат бермейтін, бірақ біз оған қарамастан мұны істейтінбіз. Шаруашылықта жануарларға азық істейтін, әрі жануарларға қарайтынбыз. 100 сиырымыз, 300 қойымыз, 30 дәне атымыз бар болатын. Мен ең көп жылқыларды жақсы көретін едім. Отбасым маған 7 жасымда атқа мінуді үйретті. Аттарға болған бұл махаббатым кейіннен исламмен танысуға себепші болған еді. Жасөспірім кезімде де жылқыларға деген махаббатым жалғасты. Жарыс аттарына мінетін едім. Канзаста ұйымдастырылған родео жарыстарына қатыстым. Ауданда Пинто Вестерн сыныбында және Канзас Ситиде ұйымдастырылған Роял әлемдік жарысында чемпион болдым. Модрич лицейін тәмамдаған соң Бостонға көштім. Бұл жерде біраз жұмыс істеген соң үйлендім. Сосын Колорадоға көштім. Бұл жерде ең жақсы білетін жұмысымды жасай бастадым. Бір ат шаруашылығында жұмыс таптым. Үйленгенде мен де отбасым секілді меннониттерге сенетін едім. Бұл дін христиандықтың бір түрі. Бірақ көп жағымен христиандардан бөлек. Бұл дін туралы көп ойланатынмын. Неге сеніп, неге сенбеуім керектігі туралы үнемі ойланатын едім. Ислам туралы алдындары керекті бір мағлұматым жоқ болатын. Тек исламның бір бейбіт дін екенін оқыған болатынмын. Кейіннен бұл сөзге біртүрлі келетіні анық. Аттарға болған махаббатым мені исламмен таныстырды. Менің ең сүйікті жылқыларым араб жылқылары болатын. Араб жылқылары туралы шамамен 150 шақты мақала жаздым, және бұл жазбаларым түрлі журналдарда жарық көрді. Бұл жел секілді жүретін жылқылар туралы жазбалар жазып, бір жағынан араб өлкесі және ислам туралы мәліметке ие болған едім. Бұл мінсіз аттар Арабияда өскен болатын. Бұл жазықтық туралы көбірек ақпаратқа ие болғым келді. Орта шығыс тарихы профессоры болған досыма сұрақтар қоятын, кітапханада кітаптар оқитын едім. Осы жерде тұратын палестиналық мұсылмандар бар еді. Олармен танысып, исламды үйренетін едім. Орта Азияға бір саяхат жасауым керек еді. Кітаптарда оқығандарымды өз көздеріммен көруім керек еді. Орта Азияда біраз ел араладым. Мешіттерді кездім, мұсылмандарды жақыннан тану мүмкіндігім болды. Ол жерде жүрген уақытта ұзын юбка киіп, шаштарымды орамалмен жабатын едім. Осылай киінгенді ұнатқан болатынмын. Мұсылмандар секілді киінгенде өзімді өте қолайлы сезінген едім. Ислам діні және мұсылмандар туралы бәрін білгім келді. Құранды оқыған едім. Мұсылмандармен таныстым және альхамдулиллах мен де мұсылман болдым. Өмірімді өзгерткен бір саяхат болатын. Қайту уақыты келгенде Америкаға бір мұсылман ретінде қайтып жатқан едім. Ұшаққа міндім. Бірақ орамалым әлі басымда еді. Жанымдағы досым орамалымды тағуымның қажеті жоқ екенін, ұшақта екенімізді айтты. Ол өз орамалын шығарып сөмкесіне қойды.
Мен ұшақта орамалымды шығармадым. Оған орамалымды тағуымды жалғастыратын шығармын дедім. Ұшақтан түсіп, үйге орамалмен қайтқанымда адамдар тек саяхаттан жаңа келгенім үшін осылай киінді деп ойлады. Мені танитын еді, олардың назарында мұсылман болуым мүмкін емес еді. Бірақ келесі күні үйден шығарда орамалымды қайта тақтым. Мені әлі орамалда көрген досым, енді сенімен дос бола алмаймын. Бұл көйлектер мені тітіркендіреді деді. Оған еш жауап берместен жүре бастадым. Біз өмір сүретін ауданда бәрі бір-бірін танитын және сәлем беретін еді. Бірақ кейбіреулері сәлем бермейтін болды. Ұнамсыз пікір білдіргендер болды. Кейбір адамдар орамалымнан ыңғайсыз екенін сезетінмін. Мені көргендерінде көздерін алып қашатын еді. Бірақ уақыт өте келе үйреністі. Қазір Раббыма шүкірлер болсын, бәрі өз орнында. Мен осыны айтқым келеді. Исламды өмір сүру арқылы өрнек болуымыз керек. Ислам үмметі бір-бірімен бейбіт түрде өзара жұмыс істеуі керек. Енді мұсылмандар арасында бөліну мен жанжалдарға нүкте қойылуы керек. Білесіз бе, Алла өзін танытқысы келсе, жылқының өзі мысал бола алады екен. Бұл менің хикаям болатын. Tanışkanıma konuştum. Birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmalı. Artık Müslümanlar arasında ayrılıklara ve tartışmalara bir son verilmeli.